Жителер, мэр, мынаны ашу мүмкін емес вообще. Мынаны өздерің бір аша алмайсыңдар, мен күшім келмейді уже, бітті, мен шаршадым, қолымда ауырып кетті. Нурик, тағы да бір рет көрсейік. Болды, мен әрі қарай күшім жетпейді, шыдамайым мен әрі қарай. Қолымда ауырып, қанап жатыр, ашып жатыр қолым. Жарайды онда, Нурик, сен бара бер ана жаққа. Біз өзіміз тағы көреміз, болмаса қайтамыз бәріміз. Жарайды, жақсы, өздерің бір рет көріңдер. Қолым ауырып кетті ғой әбден. Қолым ауырып жатыр. Үйге кіріп демалып алайыншы. Канал не болып жатыр екен? Каналға видео түсірмегелі біраз уақыпты ғой. Онда бүгін видео түсіріп жіберейін. Қосып жіберейін. Бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін сіздермен бірге ойнап Нурик, қалайсыңдар достар? Видеоның басын дұрыс түсінбей қалған шығарсыңдар. Мен қазір сендерге түсіндіремін. Ал ендеше түсіндірместен бұрын арнаға тіркеліп, лайктарыңды бас кетіңдер. Ал ендеше мен қазір сендерге бәрін түсіндіремін. Достар, мен сендерге қазір видеоның басын түсіндіремін. Ана есікті не үшін сындырып жатыр деп ойлап жатқан шығарсыздар. Себебі бұл үйдің иесі бір айдан асты, яғни мен ауылға келгелі бері бір ай өтті, ешкімде келген жоқ, ол үйге не ешкім сұрапты, ештеңе деп те келген жоқ. Қазір жителдер, мэр бәрі жабылып есікті ашуға тырысып жатыр. Егер қазір ашылмай жатса, бәрі үйіне қайтады. Ал мен болсам, сол сәтті күтемін. Яғни барлығының кеткен сәтін күтетін боламын. Яғни ол үйдің иесі не келмеді, не ешкім сұрап келмеді. Тіпті бір адам болса да ол үйге келген жоқ. Яғни есігі де ашылған жоқ, ешкімді тиіскен де жоқ. Яғни ол үй әлі тұр. Қолым ашып кетті. Яғни ол үй құрыдан құры тұр. Ішінде не бар екені қызық. Сол үшін қазір бәрі жителер және де мэр, мен бәріміз жабылып есікті ашуға тырысып жатырық, бірақ темір есік болған соң ашылмай жатыр. Яғни мен жителердің қазір аша алмай күткенін күтемін. Себебі егер жителер қазір аша алмай кетсе, кететін болса, мен ол үйді түн ішінде кіріп, яғни есігін бұзып, кіретін боламын. Яғни ішінде маған не бар екені қызық. Мүмкін ютубтағы достарымыз шығар, мен соны анықтағым келеді. Және де мен сол үшін міне мына жақта заттар дайындап қойғам: пистолет, кирка, түн ішінде броня киюге ешкім көр қоймас деп ойлаймын. Мен ол үйді тонау үшін кешкі уақытты күтемін. Және де қазір жителдер, мэрлар кетсін. Кешке жақын күтемін. Ал ендеше сендер арнаға тіркеліп лайктарыңды бас кетіңдер осы видео үшін. Ал ендеше қазір кешке жақынды күтейін. Все, болды. Енді кеш батып келе жатыр ақырындап. Мен оған дейін заттарымды алып, киімімді кие берейін. Осыларды алып алайын. Қолыма бір пистолет пен топор ала салайын. Сосын бір факел ала салайын, керек болып қалар мүмкін. Бронямызды киіп алайық. Не болды, мен ешкім көрмейді. Ал ендеше түн батты. Ақырындап шыға берсем, ешкім көре қоймас, бәрі үйінде ғой. Бірінші айналаны тексеріп алайын. Ай шығып келе жатыр. Ал ендеше мен тез үйді тонап тастайын. Үйді тонау керек. Ақырындап ашып алайық үйді. Есік сынды. Есікті алып қайтадан жауып кетейік. Себебі бізге қаз қиындық туғызуы мүмкін. Мәссаған, мына не деген жақсы. Мына колонкалар қымбат қал. Даусымды ақырын шығарып сөйлейін. Достар, мен даусымды ақырын шығарып жатыр деп сөйлей. Егер мен даусымды ақырын шығарып жатырмын, себебі мені біреу естіп қойса қиын болады. Мәссаған, әйнек. Бұл жақ әжетхана сияқты ғой. Әжетхана, мына жақта тамақтар. Бұлар бізге керек емес. Бізге үйдің ішінде не бар екен көру керек. Бұл жақта да ештеңе жоқ. Бұл жақта ештеңе жоқ. Мәссаған, компьютер, Майнкрафт, Бетварс дейді. Бильярд ойындары.
не дейді, тоқта. Ғазиз дейді. Ол кім екен, тағы да бір ютубер ме екен? Саған алмазный мештелік қойған ба? Саған керемет қой мынау деген. Алмазный бронялар. Керемет қой мынау деген, достар. Так, пицца. Немене? Сундықтың. Достар, мен мына үйден байлық тауып алдым. Мынау мен деген бай болам. Бірақ бұл ақшаларға тиіспеу керек. Бұл ақшаларға тиіссем де мен бұларды алмауым керек, достар. Так, не дейді? Өмір кезет арнасы дейді. Өмір кезет дейді. Тоқта. Так, компьютер қосылып тұр екен. Қазір не болып отыр екен көрейік. Так, өмір кезет арнасы. Так, не дейді? Не болып отыр көрейік. 1000 подписчикке аз қалыпты, және де каналда қызықты видеолар бар екен. Мен тіркеліп қоя салайын. Түсіндім. Осындай канал екен ғой. Түсіндім онда. Жарайды, онда мына ақшаларын алып кетейін. Мыналар деген ешкімде жоқ байлықтар ғой, достар. Мына байлықтар ешкімде жоқ. Мына сундықты қойып кетейік, себебі. Бұл сундықты қойып кетейік. Не өкет сундықтар. Так, жаңа жоқ, далаға шықпау керек. Бізге далаға шықпау керек. Есігін жауып кетейін. Қолыма перчатка киіп алған жақсы болды, әйтпесе отпечатка қалып мен ұстап алу мүмкін еді. Пэкман, так. Футбол ойындары. Елдар дейді. Бұл немене? Бұл кімнің үйі? Тағы да бір. Бұлар сонда достармен түсіретін сияқты ғой. Компьютер, мониторлар не деген көп мына бөлмеде. Қазір азамат дейді. Бұлар кімдер сонда? Алмазный кубоктар. Так, бұл жақта да компьютер, ноутбук, барлығына мониторымен бар екен, Мына жақ ашық тұр екен. Анау жаңағы балкон сияқты ғой. 3-ші этаждан 2-ші этажға солай көтерілетін сияқты ғой. Так, ал ендеше. Так, мына жақта ноутбук, бұл жақтарға ештеңе тиіспейміз. Ан жақта пиццасының иісі шығып, шіріп атыр ғой. Бірақ бұл жақтарға біз тиіспейміз, себебі, достар. Так. Мынау үйінің кілті сияқты ғой, үйінің кілті. Біз ешкім көріп тұрған жоқ қой, Бізді ешкім көріп тұрған жоқ. Есік мынау. Болды. Не болып кетті мынау? Тез сындырып кету керек маған. Тез сындырып кету керек. Тезірек сындырып кету керек. Мен ешкім көріп тұрған жоқ. Біреу көрсе біреу мені көрсе ата саламын. Мен ата саламын, біреу мені көрсе. Болды. Мына байлықтар. Жителер көріптір, бірақ менде қап-қара киім. Мен ешкім көре қоймас түн ішінде. Жарайды, мынаны ақырындап ашайын. Так, бұның ішінде өзімнің заттарын қайтадан жоқ, пистолет өзінде тұрсын. Мына үйдің кілтін осы жерге қоя салайын. Қазір байлықтар өзімде, бүгінге бір түнге тұра тұрсын. Ал ертең мен бұны басқа жаққа қоятын болам, себебі мені біреу бұл менің үйімде де біреулер тона кетуі мүмкін. Бұлар жақтың жителері де қауіпті. Деген жерде талпа болып жителер тұр ғой, 3-4 жител. Жарайды, онда мен қазір видеоны бітіріп жіберейін. Достар, бүгін сіздермен бірге болған ойнан Нурик. Достар, дауысым ақырын шығып қалса ренжімеңіздер, себебі үйді тонап жатқан кезде біреу мені естіп қойса, мені сотқа жіберу мүмкін. Сол себепті ғана, достар, бұл үйдің иесі келсе мен ол ақшасын қайтарып беремін. Сол себепті сіздер олай жаман ойлап қалмаңыздар. Ал ендеше бүгін сіздермен бірге болған ойнан Нурик. Арнаға тіркеліп лайктарыңды бас кетіңдер, достар. 200 подписчикке тіркеліп, 200 подписчикке жеткізіп тастайық. Сендерге сенемін, достар. Сау болыңдар.